мына жерде бір невроз қарындасымыз отырып ғой деймін. Намаз оқисыз ба, намаз оқисыз ба, намаз оқисыз ба деп сұрай береді. Шамасы бұл қарындасымызға мына соңғы 20 жылда біздің жаңағыдай ұятмендер мен моралистердің уағызы сүйегінен өтіп кемігіне дейін сіңіп кетсе керек. Мына адамдарды бағалау кезінде нені басты өлшемге алу керек екенін білмейтін қараңғылау адам ғой деп ойлаймын өзім. Егер бұл кісінің діннен сауаты бар, кішкене былай дінге тереңдеген адам болса, ол мынандай хадистерді білу керек. Лайсал иман биттаманни вала биттахалли валяки ваққара валякин хуа ваққара фи қалби ва саддақау ал-амалу дейді. Яғни сен дейді лайсал иман биттаманни вала биттахалли, жаңағыдай оранып хиджабыңды я болмаса басқаңды киініп аузыңменен мен мұсылманмын, мен үйтіп намаз оқимын, бүйтіп намаз оқимын, бүйтіп ораза ұстаймын деп уағызды сапырып құлшылық қылатыныңды мақтан елге айтқанменен саған иманның жарығы, нұры дарымайды. Уәләкин хуа ваққара фи қалби дейді. Иман деген нәрсе ол сондай құпия, өте қуатты бір ядро, ол жүректің түбінде жатады дейді. Ал сенің көкірегіңде сол иманның нұрының дарығаны, дарымағаны, сол иманның оянғаны, оянбағанына сенің тіліңнен мен намаз оқимын деген сөзің ол дәлелге өтпейді. Я болмаса сенің хиджабқа киіп алып көшеге шығып, жұрттың көзінше намаз оқып, сосын көрінген жерде мен ораза едім деп ораза ұстайтыныңды қалай да болмасын білдіріп қалуға тырысып айта беретін әрекетің де сенің иманды, мейірімді мұсылман екендігіңе дәлелге өтпейді. Сондықтан айтады, егер адамның бойында иман бар болатын болса, ол жанама түрде игілікті, ізгілікті үлкен ірі амалдармен көріну керек дейді. Сондықтан сіз бұл адам намаз оқи ма, оқымай ма дегенді оның істеп жатқан іс-әрекеттеріне, бітірген шаруаларына, қоғамдағы сіңірген еңбегіне қарап, мына адамның көкірегінде бір иманның нұры бар. Себебі мынандай деңгейдегі, қоғамдық деңгейдегі, мемлекеттік деңгейдегі, ұлттық деңгейдегі үлкен шаруаларды егер иманның қуаты болмаса, бұл адам атқара алмас еді деп істеген амалына қарап қана оны өлшей аласыз. Ал егер тек қана азынан кешін отырып алып, мынау намаз оқима, мынау намаз оқымайма, мынау намаз оқима, мынау намаз оқымайма деп невроз бола беретін болсаң, сенің мына жаңағы санаң тек бір нүктеге барып сол намазға жабысып қалған кезде, ана айналаңдағы үлкен ірі тұлғалардың мемлекеттік деңгейде, ұлттық деңгейде жасап жатқан неше түрлі үлкен адамға дух беретін, шабыт беретін, адамға серпін беретін ірі адамгершілік амалдарын көрмей қаласың, соқыр болып қаласың былайша айтқанда. Түсінгенсіз бе? Сондықтан жаңағыдай адамды тек қана ана намаз оқитын біліп аламдағын, соған байланысты құрметтеймін, болмаса бағалаймын, оценкасын солай шығарамын. Намаз оқымайтын болса, мен оны кәпір екенін біліп қойғанда біріне есептен шығарып тастаймын дейтін адамдарға біз айтамыз енді жағдайымыз өте қиын деп. Енді жаңағыдай диагнозын енді естірту керек қой енді.